Бұл менің шынайы әлемім. Жаңа жарыққа жетемін. Мангөке Шаринганың болмасы, мына менің көздерімнің алдында сен түк емессің. Енді басқа көзің. Осы ғой қарғыс мөрінің күші. Екеуміздің күшіміздің айырмашылығы осы міне. Көздеріміздің күшінің айырмашылығы. Мен ойлағаннан да тез бітіп қалды. Итачи жеңді. Ол оны Цукуйомимен ұстап алды. Саске парализацияланды. Итачи жеңді. Әй? Сен менің Цукуйомимді шашып жіберді. Саске Цукуйомиге ұсталса да қалай тұра алды? Ол ұсталған жоқ. Ол оны сындырып өтті. Не? Бірақ жағыны Шаринганы бар біреу, Мангөкесі барды жеңе алмаушы еді ғой. Шаринган деген Шиноби қолындағы қарулардың бірі ғана. Ал қару күшті болады егерде пайдаланушы күшті болса. Шебердің қолына бір тасты беріп лақтыр десең, ол сүрекен лақтырған адамды да жұлып түсіреді. Бәрі шеберлікке келіп тіреледі. Бұл дегеніміз Саскенің қандай жоғары қабілетті екенін Итачи де көре алмаған. Саған айтпап едім, ана көздеріңді қалағаныңша пайдаланып ал. Бірақ менің жек көрінішім қиялды шынайлыққа алып келеді. Қазір бұл сөздерің үшін тіліңді қысқартамын. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Аматерасу. Қазір ғана сен Цукуйомиде қалай өзіңнің көзіңнің жұлынғанын көрдің. Енді бәрі шынайы болады. Итачидің жан жағындағы ауа өзгерді. Осылай жалғасы берсе Аматерасуды көруіміз әбден мүмкін. Онда келгеніміз жақсы болды ғой. Генжутсу арқылы шайқас алысқа бармайтыны түсінікті. Итачидің сол Мангөкесінде ең мықты генжутсу тұрса, ал оң Мангөкесінде ең мықты физикалық соққы. Естігенімше Аматерасу өшірілмейтін қыр жалын. Нысан күлге айналып жоқ болмағанша мәңгі жанып тұрады. Жылдам, Итачиге мөрлерді құруға жол бермейін деп тұр. Бұл көлеңкелі сүрген jutsuы. Соңғы сүркені өзісін жақсы атқарды. Итачиге қайдағы бір сүркендер тие алмаушы еді ғой. Алдыңғы Цукуйоми басыңнан теуіп жатыр ма? Саске Цукуйомиді сындырып өткеннен кейін таразы өзгерді. Енді Саске жеңуі мүмкін. Әлі ештеңе белгісіз. Ұлы отты шар jutsuы! Мынандай от мені тоқтата алмайды. Біз өзімізде отқа түсейін деп қалдық. Отты шар! Саскенікі басым. Аматерасу. Әне!
Ол жалынды жалынмен өшіріп тастады. Бұл jutsuмен оның көзі қараған жердің бәрі бірден өрттене бастайды. Жалын тура көздері қараған нүктеде пайда болады. Сосын нысан жойылып кетпегенше жалын жануын тоқтатпайды. Тіпті нысан басқа от болсын. Болды, Итачи жеңіске жетті. Көзін алайын деп тұр. Астыда ма? Бірінші оның Аматерасуды пайдаланғанын күтуім керек. Сосын алмастыру jutsuын істеймін. Күткен мүмкіндігім осы. От, ұлы айдаһар оты. Қаштық. Соңғы Аматерасу өзіңді де өшіріп тастапты ғой. Екеуі де шаршап қалды. Солай сияқты. Келесі соққым соңғы болатын сияқты ғой. Шаринген чакраны көре алатын ұмытқан жоқсың ба? Ойнап тұрғаның көрініп тұр. Чакраң жоқтығын білемін. Аматерасуды өткізіп жіберу үшін ана Орочимарудың алмастыруын пайдаландым. Ол jutsuды тауып алу қиын, оны істеуге де көп чакра керек. Дұрыс, Саске Орочимаруды жұтып алмап еді. Чакрам жоқтығы рас. Қалғанын бәрін соңғы от jutsuына жібердім. Бірақ та, мен сені өлтіруге дайындалмай келеді деп ойладың ба не? Тура Аматерасу сияқты бұл jutsuда бір-ақ сәтке, ал қашып үлгеру мүмкін емес. Қиялым шынайы әлемге келетін уақыт. Сенің өлімің жайлы қиял. Накано храмында, оң жағында 7-ші татами астында кланның құпия жиналысы орны бар. Өз ұлымнан күткендей ақ. Әкең үнемі сен жайлы айтады. Әке анашыма мен туралы не айтты екен? Мені өлтіргің келсе жек көр мені. Сені өлтіру үшін мен алдымда тұрған қараңғылықтың бәрімен күресіп өтемін. Құны не болмасын, мен саған жетемін. Мен жек көрінішке де, күшке де жеттім. Сен тура осы жерде менің қолымнан өліміңді табасың. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ажал. Қиялым шынайы әлемге келетін уақыт. Сенің өлімің. Аматерасу сияқты қашып үлгеру мүмкін емес jutsu.
Енді түсіндім алдында от қайда кеткен. Негізгі нысан Итачи болмаған ол кезде. Ол тура аспанға жіберді атмосфераны жылдамысыту үшін. Сол арқылы мақта тоқ күшін өсіріп алды. Энергия ретінде ол өз чакрасының орнына атмосфераның ауыр энергиясын жарытайын деп тұр. Сол арқылы найзағай jutsu шығады. Қалай болса да, бұл адамдар өз чакрасымен істеген jutsuға мүлдем ұқсамайтын болады. Ол Итачиді сыртқа алып шықты. Ол Аматерасу мен ауа райын ысыту үшін. Бұл jutsu мен найзағай тура жұмақтан келіп ұрады. Ал мен найзағайды тура сенің шекеңе бағыттай саламын. Найзағай жерге 1 миллисекундта жете алады. Кирин, Саске найзағайды жүгендеп алыпты ғой. Кел! Күркіреумен жоғалып кет. Соққы деген осыны айт. Итачи не өліп қалды ма? Бітті. Әйтеуір бітті. Сонда менің өлімімді осылай қиялдадың ғой. Сүмелек! Анау! Осы болмағанда өліп жатар едім. Шынымен де мықты болып кетіпсің. Енді мен саған соңғы картамды көрсетейін. Сусано, Цукуйоми мен Аматерасу. Менің көздерім оянған күні басқа jutsulармен осыда қоса дүние көрді. Саске, сенде тыққан картаң бар ма? Әлі бір-екі jutsuың қалса арғарай тығудың қажеті жоқ. Аспан ашылып келе жатыр. Саскенің найзағайы бірақ соққыға жарайды екен ғой. Бұл не? Чакраң аяқталғаннан қабырғаға тақалып тұрсың ба? Не? Сен қалаған күшті мен бере аламын. Мен саған керек болып тұрмын ғой, Саске. Итачиден кегіңді алайын деп жатқан жоқ бедің. Менің күшімді босат. Солай ғана қиялың шынайы болады. Урачимарудың 8 басты жыланы. Саске өзінде чакра қалмаса да күшпен көбірек суырып алуға тырысты. Енді Урачимарудың чакрасын ештеңе басып жатқан жоқ. Ол босанып алды. Шыға ғой. Анау. Аузынан неміне бәлі құсып шығара береді осы. Ол жылан сияқты өлмейтін сорлы. Осыны ұзақ күттім ғой. Сенің арқаңда Саске мені басып жатқан бүкіл чакрасын кетірді. Енді оның денесі менікі. Кішкентай сұрақ жетеді деп тұрсың ба? Жоқ, тоқта. Мүмкін емес, бұл Тоцука жүзі. Итачи осы уақыт бойы сенде болды ма? Тағы да Сакигаридің ұзын қылышы деген атпен белгілі. Білуімізше, тескен нәрсенің бәрі мәңгі бақиға генжутсуға батады. Жүзінің өзінде өте күшті мөрлеу jutsu бар. Және бұл жүз Кусанаги қылышына қарама қарсы. Иә, Итачи сұмдық мықты. Итачидің jutsulарына не білі болған? Ана Сусану шығарғаның өзі денсаулықты жейтін сияқты ғой. Ал Саске жай ғана Шаринганы шығара алмайтыр. Орочимару күшінен де айырылды. Сенің көздерің маған тиесілі.
бір нәрсе дұрыс емес екенін білдім. Бұл рухани қарудың бірі, бәрін шағылыстыратын Ямат ойнасы. Шабуылдауға Тоцука жүзімен, Итачиді ештеңе ала алмас. Менің көздерім, менің... Итачи құлап қалды. Жоқ, ол Итачи өлді? Саске жеңді. Итачи өз күшін көрсеткенде жоқ қой, иә? Қимылдары мүлдем басқаша болды. Сен де айтып тұр едің ғой, бір түрлі болып тұр деп. Иә, ол өткізіп жібере алатын соққыларды алды. Бүкіл шайқас бойы қанмен жөтеліп жүрді. Мүмкін Итачи бұның алдында бір аурудан қиналып жүрген шығар. Бірақ нақты айта алмаймын. Саскенің көзін алуға кішкене ғана қалып еді.